аяғынан, қолтығының астынан жағымсыз иіс шығатын адамдар 2-3 рет сабындап жуып, сүртіп, кептіріп, уратропинді жағып тастайсыздар. Уратропин иісі жоқ, сасық емес, қышытпайды, ашытпайды, раздражение бермейді, су сияқты жидкость сезілмейді да бұны жаққаныңызда, әшейін су сияқты жағылады. Жағып 10 сағат жуынбайсыздар жағып болғаннан кейін. 10 сағаттан кейін жуып тастай берсеңіздер болады. Бірақ әсері уратропиннің біреулерге 2 аптаға, біреулерге 1 аптаға дейін жақсы әсер береді. Постоянно қолдана берсеңіздер, именно қолтығыңыздың асты сасығанын, аяғыңыздың қатты сасығанын тоқтатуға болады, емдейді бұл әрі. Зияны жоқ, қайталап айтамын. Постоянно қолдана беруге болады. Қашан әлсірей бастайды, күші қайтадан қолдана бересіздер. Уратропин 20 миллиграммдық жидкость, производство Москва, завод Мосагроген. Мен көрсеткен уратропиннің дәл өзін алыңыздар. Заменяющий басқа фирманканы алып, эффект сондай болмады деп жүрмеңіздер. Барлық достарыңызбен бөлісіңіздер. Таза жүрсін.